Мен бүгін ата-ана туралы айтқым келіп отыр да. Біздің арамызда сондай балалар бар да, әке-шешесіне салмақ салатын, әлі күнге дейін әке-шешесіне салмақ салатын. Мен үйімді бітіріп алғанша маған көмектесе тұршы, мен баламды оқытып алғанша маған көмектесе тұршы. Одан қалса ана бір сөз бар, өзің балаңды өскенше, немереңді өлгенше деп, оны балда-шағасынан еще бақтырып қояды да. Сол үшін мен айтар едім да, мысалға сені бақты қақты ол кісілер, өсірді, еңбегін салды қанша. Қазір біз балаларымыз қалай асырап бағып жатырмыз, дәл солай бізді бақты ғой әке-шешеміз. Сосын ел қатарына қосты да. Енді зейнетке шықты, өзінің кәдімгі еңбегімен шыққан, зейнетақысына шыққаннан кейін ол жылына 2 рет санаторияға барып, ана баласының үйінде, мына баласының үйінде қыдырып, өзіне көңіл бөліп, демалыс орындарына барып жүрудің орнына ол сенің балаңды бағып отыру керек та сонда. Ол қайда әділеттік деймін де сол кезде. Өзің қартаймайсың ба, өзің солардың жасына жетпейсің ба да. Сол үшін әке-шешеге жауапкершілікті артып қойған мен өте қате деп есептеймін. Ол кісілердің өзінің өмірі бар, оларға мүмкіндік бер. Потому что сен үшін осы уақытқа шейін барлығын жасады қолынан келгенше, содан кейін әке-шешесін кінәлайтын адамдарға мен түсінбеймін да, мүлдем түсінбеймін. Маған әкем мынандай жасап берген жоқ, анам мынандай жасап берген жоқ. Ол кісі де саған дейін де екінші, үшінші рет өмір сүріп жатқан жоқ. Бірінші рет өмірі, бірінші рет ата-ана болып жатыр да. Ол қалай шамасы келді қолынан келгенше, кім болса да баласына жамандық ойламайды да. Мысалға, қолынан келгенше саған қамқор болды, елдің қатарынан қалдырмады, бақты, қақты сені, елдің қатарына қосты. Оған не деп кінә артасың да, өзіңді сондай ата-ана болсың мысалға. Маған әке-шешем мынандай істеп бермеді, мынандай жағдай істеп бермеді деп айту өте қате да. И әлі күнге шейін сондай адамдар бар. Менің балам ауырып жатыр, көмектесіп жүрші, пенсияңды бере тұршы маған дейді да. Еще баласын бақтырып қояды. Вообще түсінбеймін да. Ол адамдар, мысалы біздің әке-шешеміз, ата-анамыз қай кезде өмір сүреді сонда? Оларға мүмкіндік беру керек қой. Просто өздері адам осы жасыма жеттім, Аллаға шүкір деп денсаулығын күтіп отыратын кездері да қазір ол кісілердің. Просто өмір сүруге мүмкіндік беріңіздер, әке-шешелеріңізге жауапкершілік артпаңыздар. Осы уақытқа шейін істеген аз емес. Енді бұлайғы өмірінде өзіне жақсы өмір сүруге, енді барынша мүмкіндік болса шетелге жіберуге, жақсы нәрселер көрсетуге, жақсы тамақ жеуге мүмкіндік беріңіздер әке-шешелеріңізге. Сау болыңыздар.